сол ғой, содан қашып келіп отырмын ғой. Иә. Поликлиникаға барсаң, бір күн жаңа приемда болу керек. Бүгін диагностикаға апайымыз келді. Қазір сізді диагностика процесін өткізетін боламыз. Қазіргі диагностика процесін сізге көрсететін боламыз. Теңіз апанан сіз данный құрылғылар бар. Осының барлығы қазір сіздің қолыңызбен байланыс орнатып ағзаңызды диаполы диагностика жасаймыз осылайсыз. Сіздің асқазаныңыз барлығын қазір тексеріп жатыр. Барлығы электромагниттік поле болған кезде ағзаңызбен қазір байланыс 40 органды тексереді деп 40 орган. қойыпсыздар. Сол. Апа, сіздің анализ қорытындысы шықты. Сол қазір сізге түсініп айтып беремін да. Көрдіңіз ба? Кішкене холестериндегі жүрек тұста бізде көп болып тұр, көрдіңіз ба? Сары. Асқазан ішінде ферменттер болады, желудочная секреция ферменттер деген ше. Осы сол асқазан ішінде липаза, пепсин деген ферменттер болады. Солардың көлемі кішкене түсіпті сізде ше. Яғни микроорганизм дейді ғой, ішекте жүретін. Солардың қоры сізде вообще жоқ сізде ше. Мочевина деген қазір сізде жоғары болып тұр, көрдіңіз ба? Апа, енді сіздің мынау диагностикалық процесте тексере келе, қорытындыға келе, ең бірінші сізде жүрек жақсы екен сізде ше. Есіңізге қарамай жүрегіңіз өте мықты екен. Мынау сізде мәселе тоқ-ішекпен қатты мәселе болып тұр сізде ше. Тоқ-ішекпен мәселе, бауырыңызбен мәселе, сүйектеріңізбен, бүйрекпен сізде ше. Осы 4 органыңызбен сізге жақсылап жұмыс жасау керек. Иә. Мына диагностика маған жақсы ұнады. Өзім де осыны армандап 2 жылдан бері таба алмай, кеше жақында адрестерін тауып осы келгенім. Поликлиникаға барсаң, бір күн жаңа приемда болу керек, екінші күннен назначение береді, жаңағы анализге направление береді, анализ тапсырам. Сол бір апта құрығанда, бір апта поликлиникада жүретін едім. Соған мен жүрмейін деп әдейі өзім осы жерге келіп отырмын сіздерге. Бұл жерде мінекей дегендей барлығын жақсы көрсетіп айтып берді. Өте сенімді, өте анық бәрі. Емделуге тырысамын енді. Өйткені анық біліп отырмын енді. Менің қай органым қалай жұмыс істеп тұр, анық біліп отырмын мінекей. Жақсы, сол апа, рахмет сізге көп. Сәуле апа, аман болыңыз, денсаулығыңыз жақсы болсын. Басты сізде үлкен кісілердің уақытын үнемдеп, 40 минут уақытында бәрін талдап, анықтап, түсінікті қылып айтып бергеніңіз үшін біз өзіміз қатты қуанышымыз. Өте жақсы, рахмет жаным балдарым, рахмет.